Qadırlı dostlar, hoş geldinizler olsa dijital kanalıma. Yakın arada Aqtau'dan Kuantkan Vanaf ağamız, aksakalımız, özü matematik, 70'den askan. Osta video arnayı ABC.net jönde, kalay koldanı jönde videosunu verdi. Sol sebepten sizlerin ötlerim, so videonu koyup çıkıp, özleriniz kommentlerinde ayamay жазсаңыздар. Өйткені ABC.net әліппе ол біреудің меншігі емес, ол біздің Қазақстан халқына арнайы әліппе жасалып отыр. Сол себептен бәріміз осыған күш салып, қалай айтуға болады енді, күш салып осыны әрмен қарай кеңейте берсек, мен ойымша бұл әліппені біз одан да жақсы түрге жеткіземіз. Және де мұнда жастарға айтайын дегенім, неге ABC.net әліппесі бізде өте ыңғайлы диджитал Қазақстанға? Себебі мысалы сіздер диджитал Қазақстан қолдану ол деген әлеуметтік желілер болсын. Мысалы Инстаграмда алайық, мысалы Твиттерда алайық. Көбінесе біз дейтін о жерде символымыз бар. Дейтін символ осы бір қазақшаның бір жерде тағы да бір күлкілі жағдай болады. Дейтін символды мысалы біреу оны собачка дейді, біреу оны ит дейді, біреу оны күшік дейді. Тіпті керек десеңіздер, біздің мысалы Евразия каналында, Хабар каналында біздің журналистеріміз оны айқылақ деп шығар. Бұл енді бұл күлкілі жағдай енді. Мен ойымша бұған ең үлкен себебі диджитал Қазақстанды біз қазақ тілінде ешқандай дамыту жолдан ойламағасын, осындай күлкілі жағдайға дейін барып отырмыз. Жарайды, енді осымен мен аяқтайын. Осы видеоны жақсылап көріп шықсаңыздар, сендерден өтінерім осыған үлес қоссаңыздар. Рахмет назарларыңызға. Қазақтың латын негізді әліпбиі бойынша ұсынылып жүрген жобалардың ішінде жаңадан пернетақта жасауды қажет етпейтіндер бар ма? Иә, бар. Жанат Аймағановтың ABC.net дейтін әліпби жобасы бар. Ол үшін ешқандай пернетақта жасаудың қажет жоқ. Ағылшынның пернетақтасы да жарай береді. Ол қалай сонда? Мінекей мынандай әліпби, жаңа ABC.net дейді. Мына жерде де бірақ байқасам үстінде мынандай апостроф бар, ағылшын пернетақтасында жоқ әріптер бар. Иә, бар, бірақ оларды жаңа ағылшын пернетақтасы бойынша тере беруге болады. Міне қазір ағылшын пернетақтасын ауыстырайық. Міне. Ауыстырдық қой мына тілін. Енді орташайық. Ол енді мысалы жаңа аның үстінде акут тұрған әріп бар ғой енді, әнің орны. Сол әні теру үшін мына жерде апостропты басамыз әуелі. Міне тұрған. Содан кейін мына келген әріпті бассақ, міне өзінен өзі үстінен шыға келеді. Немесе осының бас әрпін жазайық. Міне әуелі апостропты бастым. Содан кейін міне. Немесе тағы да мына жерде оның таңбасы оның үстіне апостроп салу арқылы берілген. Ол үшін әуелі апостропты басам. Содан кейін ұды бассам, міне ұдың үстіне шығады. Міне мына бас әрпі. Міне енді кішкентайын салайық. Апостропты басам. Сосын ұды басам, міне кішкентайы. Дәл сол сияқты жаңа үні, бұлар мына Y арқылы жазған. Міне әуелі апостропты басам. Сосын Y міне. Міне ойыштып тере беруге болады. Ешқандай жаңадан пернетақтағы жасаудың қажет жоқ. Рахмет түсіндіргеніңізге. Шынында да қиын емес екен ондай. Саламатсыз ба? Бүгін біз ABC.net KZ қазақ латын әліппесіне арналған клавиатураны орнатуды үйренеміз. Біріншіден, менің айтып кетейін дегенім, бұл әліппеге арнайы клавиатура дамытудың қажеті жоқ. Өйткені ол жасалған және Европадағы елдерде көбінесе пайдаланылатын халықаралық ағылшын клавиатурасы осы ABC.netке бейімделген. Мысалға қараңыз, мен мына жерден тілдер пернесінен, менюсынан міне English'ті таңдап отырмын, International халықаралық деген. Менің компьютерімде екі ағылшын клавиатурасы тұр. Бұл Ұлыбританиялық ағылшын тілі және
халықаралық ағылшын тілі. Міне мен халықаралық ағылшын тілін таңдадым да, енді мысалға бір нәрсе жазғым келсе, мына жерде көрсеңіз апостроф қойып, содан кейін әрпін таңдасам, менде бірден қазақтың әрпі пайда болады. Енді мысалға қарайық, тағы да апострофты басып, әрпін таңдасам, міне қазақша әрпі пайда болады. Апострофты қойып, әрпін бассам, бірден қазақтың дыбысына сәйкес арналған әріпті жазылады. Яғни клавиатура пернетақтаны бізге дамытудың қажеті жоқ. ABCNetке көшкен кезде небары бізге тек қана халықаралық ағылшын клавиатурасын орнату керек. Ол үшін біз тілдер менюына барамыз. Содан кейін осы жерден тілді қосуға барамыз. Мысалға, мына жерде менде көріп тұрсыз, ағылшын тілінің 2 түрі бар. Мынанысын мен алып тастайын. Сосын енді мен қайтадан мұны қосамын. Add language-ға мен English-ті таңдаймын. Осы жерден мен English United States-ті таңдайын. United States, міне мынаны таңдадым. Осы жерден қайсын таңдағым келеді, соны таңдаймын. Так, осыны қойғаннан кейін ішінде міне мына жерден таңдаймын. Add keyboard қосамын. Және қосқан кезде мына жерден мен таңдай аламын. United States International, міне. Мынаны таңдадым. Болды, енді менде мына жерде халықаралық ағылшын клавиатурасы пайда болды. Мынаны алып тастасам болады. Болды. Міне қараңыздар. Қайтадан келейін. Міне ол таңдалып тұр. Қайтадан жазып көрейік. Мысалға, барлығы тамаша және өте тез. abcnet.kz сайтына кіріп, әліпбимен жақынырақ танысуыңызды сұраймыз. Сау болыңыз.